Кормить девочку нужно каждые 3 часа. Прикладывать к груди 7 раз в сутки с 6-часовым ночным перерывом. Между кормлениями давать водичку. Простую водичку, чуть-чуть подслащенную, по 15-20 грамм, 4-5 раз в сутки. Вот су беру деген нәрсе қай кезден қалыптасқан болды, мен всегда айтамын ғой аналарға, бұл СССР-дің берген протоколдары бойынша да негізі ол кезде көп нәрсе зерттелмеген, ол заманға сай дамыған деп айтсам болады. Ал қазір бізде медициналық жағынан өте көп нәрсе зерттелгендіктен мен всегда айтамын, 6 айға дейін тек ана сүтімен қоректенетін балаға біз ешқандай да су бермейміз. Ал баланы 3 сағат сайын емізу, тәулігіне 7 рет олай санап емізбейміз. Өйткені егер сіз 3 сағат сайын санап емізетін болсаңыз, біріншіден балаңыз тоймайды, екіншіден салмақ аз жинайтын болады, үшіншіден өзіңізде стимуляция аз болғаннан кейін сүттің келуі де азая бастайды. Егер сіз жас ана болсаңыз, емізу жағынан проблема болып жатса, сізде бала күтімі жағынан проблема болып сұрақтар туындап жатса, мен сізді алдағы уақытта болатын тегін интенсивке шақырамын. Қатысу үшін төменге плюс қалдырыңыз.